Барлықтарыңызға сәлем, барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тез дайын болатын, көп уақытты алмайтын корейский сәбіз салатын, морковь по-корейски жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ең алдымен Корея күшінен сәбізімізді жақсылап өткізіп аламыз. Сәбізімізді жақсылап өткізіп болған соң, бір қиярымызды алып, ұзын-ұзын қылып турап шығамыз. Қалауларыңызша қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз. Қиярымызды да турап болған соң, бір сарымсағымызды алып, майдалап турап аламыз. Барлық керек заттарымызды турап дайындап болған соң, аз ғана тұзымызды себеміз. Тұзымызды себіп болған соң, осының үстіне осындай морковь по-корейски деген арнайы өзінің заправкасы бар, чим-чим деген. Мендегі түрі ащы бұрыш қосылған түрі, бұрыш қосылмаған түрі де бар, ащы емес қатты. Соның барлығын қосып алып, қолдың көмегімен жақсылап мышып, дәмдеуіштеріміз бір-біріне сіңгенше араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Көп уақытты алмайды. 5 минутта дайын болады. Жасап көріңіздер, барлық тамаққа келе береді, тәбетіңді ашып жібереді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бізге ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.